негізі қайтыс болған деген. Мұсылман адамға билеуге бола ма десе, болады деген ғой. Тойдың алдында керек 8 рет кездеседі. Егер менің ұстанымдарыма келмейтін болса, мен тойсын өткізіп беремін. Ой, мынау ұят болды ғой. Қосқанат Нұркен менің бүкіл ойындарымды ұрлап алған. Атын айтпай ақ қой, өзіміздің Бесағашта талай ресторандар бар ғой. Күткі арнасы келіп қалып, Қосқанат ставкаңыз қанша дейді, мен сізде қанша теңге бар деп айтамын. Қойылған нақты баға бар. Баға бар. Айтпаймын. Мен ренжимін. Көңілім қалады. Топ 3 асаба. Жамандағаным емес. іріді дейміз ғой енді. Асаба ішінде Тұрсынбек ағамыз, Болатбек ағамыз, сосын Рүсли деп қудырылады. Іріген ғой енді. Ондай да нәрселер бар. Қайырлы кеш, қайырлы күн, қайырлы түс, кім қай уақытта көріп жатыр, қалай ыңғайлы басшыларыңызға ең алдымен ассалаумағалейкум деп амандасып алайық. YouTube жоба той лайк, емін-еркін, жалпы тойдың айналасындағы, тойдың форматындағы әңгіме өрбітетін боламыз. Ешқандай шынайылықпен қалай бар, солай әңгіме өрбітейік. Сол себепті көріп жатқан көрермендерге басшыларыңызға ассалаумағалейкум. Бүгін бізде екі жүргізуші, біріншісі мен Қобылан Сәндібай, Нұркен. Және де бүгінгі біздің подкасттың қонағы, мен ерекше таныстырайын деп отырмын. Бүгінгі біздің подкасттың қонағы көп енді жан-жақты әнші, асаба, актер, жүргізуші. Және де мен енді айтар едім, ең басты асабалардың арасында ойындар ғылымының доктор десем қалай. Қатты айтып жібереді ғой. Көптеген асабалардың, мысалға мен өзім, менде естуім бар, білуім бар, көптеген асабалар бірінші ойынды Қосқанат шығарады, одан кейін барып қалғандары содан алады емес, ұрлайды. Сол себепті Қосқанат көп жасар, өте мықты жүргізуші десек, артық емес шығар. Басынан бастап мақтап тастасаңыздар. Жоқ енді ол жоқ мақтаған жүрген азаматтардың бірі, бетке сұрағыларымыздың бірі. Сол себепті бүгінгі сұхбатымызға ең бірінші бастамамызға осы ағамыз шақырып, бір ауыз сіздің бастамаңызбен бастайық деген ниет болды. Ассалаумағалейкум, қош келдік, қош көрдік. Бастамаларыңыз құтты болсын. Қазақтың мынау ең үлкен салт дәстүрі, атадан келе жатқан мұрасы, ұлы даланың ұраны, той үшін тойдың бір сапасына кішкентай болсын, бір теңізгенде тамған тамшыдай бір жақсы бір түзелуіне үлес қосатын бір бастама болсын деген біздің ниетіміз бар. Енді жаңа қатты мақтауларыңа әуелі мақтауға Алла тағала жақсы жағын айтады, мақтаудың Алланың бізге жаратып сондай бір кішкентай өнерімізді сіздер бағалап жатсаңдар, оған Аллаға шүкір дейміз. Ал бастайық енді, бісміллә деп алғашқы сұрағымыздан. Ең алғашқы сұрақ. Сіздің ойыңызша асаба деген кім, жүргізуші деген кім, және де мына соңғы жылдары шоумен деген ұғым пайда болды. Сіз өзіңіз? Мен асабамын, Сіз? Сіздің инстаграмыңыздың өзі Нұркен шоумен деп тұрады. Шоумен. Енді ағылшын тілінен алғанда шоу деген өзі. Шоу, думан. Ал мен деген ер адам. Думанды қыздыратын. Мен 2016 жылы алғашқы рет тойды бастайын деп ниеттеніп, 2017-ге тойға дайындалған кезде мен өзімді жүргізуші және де жақсылықтың жаршысы деп ниеттеніп бастаған. Енді жаңа асабаларды кейбір адамдар сайқымазақ бірдеңе деген, кейбірлерінде де сондай ұғым қалыптасып кеткен деп жатыр. Оған мысалы кінәлі кейбір осы асабалардың өзі деп ойлаймын, өйткені сондай деңгейге алып келіп жатқан шығар. Сайқымазақ болуына бір ғаным айтып деген бір адам енді қаншама тамадаларға, жүргізушілерге енді кері әсерін тигізіп жатыр деп ойлаймыз да. Сол себепті өзіміздің жалпы ойымыз қалай сол жайлы. Солардың кесірінен асабалар сайқымазақ болып кетіп жатқан жоқ. Сіздің бағытыңыз бар, ұстанған ойыңыз бар, жолыңыз бар деген сияқты. Әркімнің өзінің жолы бар. Соған байланысты енді өзіңіз осы жолыңызбен не айтасыз? Сондай пікірлерге, мысалы сізге де тиіп кете ма кейде, мысалы ретінде амалдардың барлығы осындай деп жатқан кезде, өзіңіз сол салада жүргеннен кейін сондай кездерде қалай болдыңыз, қандай әсерде болдыңыз? Менің әрине жаным ашиды. Бірақ үлкен өзімнің тәжірибемнен өткен нәрсе, тойдан дамымайсың деген бір сөз маған қатты намысыма тиді. Тойдан дамымайсың деген нәрсе ол адамның өзінің жалқаулығынан пайда болатын сөз деп ойлаймын.
Мен атын айтпай қояйын, бір бауырымызбен әңгімелесіп отырмыз. Мен ол кезде Есік қаласында тұрамын, Алматыдан. Вокзалдан күтіп алдым. Есікке бара жатырмыз. Арақашықтық 60 километр. Баяу жүрсем бір 40 минуттай шамасында жүресіз. Сол аралықта екеуміз тойдың төңірегінде сөйлесіп қалдық енді. Екеуміздікі ешқандай камерасыз, таза адами достық сұхбат болды. Сол кезде оның бір ауыз сөз айтқаны, той деген адамды жалпы жалқау болып қалып барады, ешқашан бір кәсіби не болмаса рухани тұрғыда дамымайсың деп. Мен оған қарсымын. Бір ауыз сұрақ қойдым, сен 2022 жылы қанша теңгеге шықтың, және жоспарда 2023 жылы қанша теңгеге гонорарыңды қоясың деген сұрақ қойдым. Мені өзгермейді деді ол. Менің бір қалыпты. Қоссам енді ресторанына қарай қосуым мүмкін. Бұлай ешқандай өзгеріс жоқ дейді. Яғни адамның өзінде өзгеріс болмағаннан кейін ол халыққа өзгеріс жасай алмайды ғой. Сен сол баяғыда би жарысыңда, сол баяғы келімсектігіңді, не болмаса бір әлі бағанағы клоунның темасын ары қарата жалғастыра беретін болсаң, сен сол жалғастыра бересің да. Ал пайғамбар саллаллаху алейхи не дейді? Адамның, мұсылманның бір күні бір күніне ұқсамау керек та. Бір күні сен кітап оқы, бір күні басқа нәрсеге дайындал, бір күні бағана словарный речінде дамып. Сен солардың барлығын алып келе жатасың да. Сосын Алла тағаланың әркім өзінің еңбегінің қарымын алады деген, әрекетіне қарай өзінің ризығын алады деген нәрсеге тоқталу керек. Мынандай бар да. Мысалға бізде той иелері бір тойдан көреді, мынандай осындай бір ойын ойнатасың келе болса, осындай бір әдемі дүние үшін, әдемі әзіл үшін, әдемі ойын үшін көреді. Сол тойға шақырғаннан кейін біз оның тойына басқа сценарий алып барасың да. Негізі ол біз сол сценариймен көріп отырмыз, неге сол сценарийді алып бармасқа? Енді өзгеріп тұрған дұрыс қой. Сіз яғни өтімсіз сценарийіңізді алып барып жатсыз да? Мысалға бір тойда өтесің, сол өткеніңді көріп, сен сол ойыныңды ұнатып, сол үшін шақырып отырды, біз аламыз да, басқа сценарий алып барамыз да. Біз именно сол ойын үшін шақырып отыр ғой. Ауыстыра берген дұрыс емес. 2019 жылы мен соңғы рет мамыр айында би жарысы ойнаттым. 2019 жылы шілде айында мені би жарысқа тағы бір тойға шақырды. Ол кезде менде анау би жарыс енді коронный ойыным еді. Қазған кезде енді кез келген тойды төңкеретін ойын ғой енді. Кез келген тойды енді анау тұрады, анау нетеді, қайда, мына жаққа, жерге қайда деп ойната беретін едік қой. Сосын менің үлкен ағам бар, Болатбек Оразбаев деген. Сол кісі бәрімізді подписка жасап, Қосқанат, мен сен үлкен бір жақсы сөз ұстайтын жігіт па десем, сен маған би жарысың не деді. Содан кейін мен қатты ойландым. Бір адамның ғана пікірі емес, ол біраз адамдардың пікірі еді. Мен қасында жүрген 2019-да Алланың қалауымен умраға барып келдік. Барлығын бүйтіп түйіндеп келген кезде сол ойынды ойнатпай қойыңшы деп мен отказ жасадым. Дәл өзіңіз айтпақшы, жаңа тойда келді да, мен сені сол би жарысынан болып шақырып едім тойға. Одан басқа да нәрселер бар ғой, факторлар шақырған, бірақ осы ойыныңды ойнатшы деп. Мен бірақ отказ жасадым. Би жарысының орнына басқа нәрсе ұсындым. Сол ойын жақсы болып өтті. Өйткені ана жерде 2003 жылы қыз күйеуге шығып жатыр. 17 жастар қыз ғой, 16 жасар қыз бар. 2019-да. Соның құрбылары бар, енді ол тойды енді көріп жүргендер бар. Тойдан кішкентай болса да бір тәрбие, мағлұмат, мәлімет алып кетсе деген менің ниетім болды. Ол сіздің негізі ойыңыз өте әдемі, өйткені көп тойда, енді көпке топыршпаймыз, бірақ тойда үлкен ата-апалар тұрады. Орта жастағы кісілер болады, жастар болады, кішкентай балалар болады деген. Енді менің көзқарасым бойынша қазіргі жүргізушілер болсын, тамада болсын, шоумен болсын, барлығы тойға келгеннен кейін бірдеңе беруші позициясында болу керек. Олша басқаларға не айтамын? Өйткені сол тойда өзіңнің де әкең отыруы мүмкін, өзіңнің де қарындасың отыруы мүмкін деген сияқты. Сіздің енді мына жерден жаңағы түйгеніңіз дұрыс дүниеде. И егер ондай жағдайларда, егер би жарысты ойнат деген ұсыныс болса, менің өзім үшін ойым жүп-жүбімен шығарсаң, кішкене жарысатын. Семейный ма? Иә. Болады ғой, ол да бір жарыс, бірақ отбасылық жарыс болады да ол кезде ше. Өзінің. Ол жерде мысалға ол би жарысы дұрыс емес дейтін адам, ол семейный шығарып алсаң да дұрыс емес деп айтатын сияқты. Өйткені ол семьясы жаңағы енді ерлі-зайыпты билеп отыр, жоқ, екеуі жаңағы ерлі-зайыпты, бірақ ол төрде оның атасы отыр, енесі отыр, жаңағы кейін ата енесінің көзін билеп отыр деген сияқты. Енді бәрі билей ма ол? Бәрі билейді. Болады нәрсе сол жерде де болады. Бәрі сол сөз. Баяғыдан Омар радиаллаху анхудан сахабалар келіп сұраған екен ғой. Мұсылман адамға билеуге бола ма? Болады деген ғой. Енді ондай үкім жоқ қой билеуге болады деген сөз. Барлығы таңғалып қалған ғой, қаяқтан шыққан.
амалдап тек оң жағынан бергенде болады деп айтады. Сол сияқты. Енді билейтін жері болатын шығар. Билесін, қарсы емес біз, бірақ дегенмен Алексеевкада, Бәйтеректе бір тамада бір қыз бен жігітті билетіп, ана қыз негізі сол басқа бір әулеттің келіні болып, анан күйеуі қызғанып сыртқа шыққан кезде ана асабаны бір ұрып, негізі қайтыс болған деген үлкен бір негізі оқиға бар. Ол осы бір 3-4 жылдың көлемінде болған нәрсе. Сондай жағдайға жеткізбей, қызғанышты тудырмай, сен соған өзің себепкер болмасан болды деп ойлаймын. Ал негізі тойды бір қазақтың үлкен бір баласын тәрбиелейтін принциппен тәрбиелеу керек деп ойлаймын. Ұят болмасын, обал болмасын, тойдан кейін жаман болмасын деген принциппен тамадалардың барлығы, жүргізушілердің барлығы осы принципті ұстанса, ешқандай менің ойымша тойдан әбестік таппайды деп ойлаймын. Кез келген. Корпоратив кезінде би жарысы сұрайды ғой. Обязательно болсын үшін корпоратив қой, той емес қой. Адам өзі ниетке байланысты ғой. Тамам соқсадан күллі амат ниетке байланысты дейді. Мен осы 2 жыл болып дұға еттім. Маған корпоратив бермешті. Корпоратив берген жоқ қой Алла тағала. Корпоративке берілсе, мен міндетті түрде ол жаққа барып би жарысын ойнатпаймын. Билейтін адам билейді, ішетін адам ішеді, бірақ мен оған араласпаймын. Кездесу барысында айтып аласыз ғой маған, иә? Кездесу барысында мен тойға келе сала мен өзіме енді қаншалықты біз арақ қойылған жерде жүргеніміз дұрыс бұрыс екенін Аллаху әлем ғой, бірақ дегенмен сол барған кезде біреуді ішкізіп, қайта ішкізіп, жастар үшін алып қояқ, мына құдалардың тілегі болды, құдалар үшін алып қояқ деген мен мүлдем айтпаймын. Той иесімен келсем, менде бейжарыс болмайды, менде алып қояқ, ішіп қояқ деген нәрсе болмайды. Ішетін адам ішеді, ішпейтін адам ішпейді. Сосын тойда менде 4 тема айтылмайды. Сол арақ туралы, саясат туралы, дін туралы, сосын ру туралы. Ол темалар айтылмайды. Өйткені албандар қайда, наймандар қайда, шапырашылар қайда деген нәрсеге бөліну, ол бірігейді. Трайбализм ол жақсылыққа апармайды. Ол тойда да ол 300 адам отырса, ол жерде 300 түрлі ру болуы мүмкін. Сосын саясат болса, ол қазіргі билікті, бұрынғы билікті жақсы көретін адамдар болуы мүмкін. Дінді жақсы көретін адам бар, жек көретін адам бар. Қазірдің өзінде біз біраз тармаққа кетіп қалып жатқан қазақпыз ғой. Сондықтан оған мүлдем тема ашылмайды. Сосын арақ туралы. Той иесімен келісуге барғанда осы жақында ғана болған жағдай. Мынандай сұрақ қойды. Той иесін звондаған кезде маған қазақша сөйлеп тұрды. Кездескен кезде бір 6 адам болды кездесуде. Мен келе салдым. Келіні, баласы, оның інісі, әпкесі, құдағиы бәрі отыр екен. Тұсаукесер той ғой, сөйтсем бізге более современный и более қазақ байлау емес дейді. Соны мен әр жерде қырсығым ұстап қалып, айналайын сонда современный деген нәрсе сөз қазаққа жатпа дедім да. Қазақша той етсе сонда современный болмай ма дедім. Отырмай жатып, киім шешпей жатып сұрақ қойдым сонда. Егер тойларыңызда қазақша, қазақ пен современный деген қазіргі заманауи деген сөз байланыстыра алмасаңыздар, мен бұл той жүргізбеймін дедім. Ой, әр жердегі бәрі жан-жақтан қазақша сөйлеп кетті. Шықпай жатқан қазақша шығып, соны тойды барып, таза қазақи дәстүрмен, таза қазақша жүргізіп қайттым мен. Аллаға шүкір. Енді тойдың қонақтарының бір 100 адам болса, соның 90 адамы орысша ойланатын адамдар ғой. Енді өзіңіз ойланып көріңіз. Орысша ойланатын адам ол қазақша мүлдем сөзге жоқ адамдар. Мен сол жерде ләңгі ойнаттым, арқан тартыстырдым, қазақша дәстүрлерді қойдым. Той өте жақсы өтті. Халық шығады тілекке, менен ұялғаннан кейін қазақша сөйлейді ғой. Енді бір сұрақ. Жалпы бір тойда қанша ойын ойнатасың? Негізі мен білуімше осы қысқа енді ойындар, мен енді тойында отырған жоқ, мен көрген жоқпын, шын әңгімен ашығы ғой. Бірақ мен көп естимін, қысқа ойындармен, бірақ көп ойын болады. И ойындары да андай бір жаңағыдай, ой, мынау ұят болды ғой, мынау не істеп қойды дейтін дүние жоқ. Мен бүйтіп мен байқаймын ғой. Осы келер кезде де бүйтіп қарадым, бұрыннан да қараймыз ғой. Сол бір тойда примерно қанша ойын. Мен бір досым бар, ол соңғы күндері кәдімгідей бір тойда 9-8 ойын ойнатып жүр. Ойындар өзі төртке бөлінеді ғой. Ән жарысың бар, би жарысың бар. Би жарыс бізден алып тастайық. Сұрақ жауабым бар, угадай кейін бар, музыкальный конкурстар бар. Соның барлығын сайып келген кезде 4-5 ойын бір тойға жеткілікті деп ойлаймын. Именно мына ойынның авторы менмін деп қайсы ойынды айта аласың?
мен не істеуімше деген екен. Жоқ, енді ол Сенен барлығы. шықты деп естідім мен естігенімді айтып отырмын. Ол орыстарда бір мақал бар ғой, все, что новое, хорошо забыто старое дейді ғой. Мен де өз ойымнан бір ойын шығарып жатқан адам емеспін. Мен көргенімді, білгенімді барлығын жинастырып келіп, жаңалап бір жасаймын соның барлығын, PowerPoint-пен монтажын жасаймын, андай мындай. Енді бір нәрсе, анау «Кради как художник» деген бір кітап бар ғой. Сен оны ұрласаң да, соны бір жақсылап ұрлайтын мағынада болуың керек та, деңгейде болуың керек. Өзгертіп, менің ойынымда, мысалы жасап жатқан ойындарыммен атын айтпай ақ қояйын, ұрлап жатқан тамадалар бар, бірақ әлі күнге дейін сол мен ойнататын деңгейде ойната алмайды. Курс, осы асабалық жайлы курс, сол туралы ойыңда. Мысалға біреулер дұрыс істеп жатады, біреулер дұрыс істемей жатады. Мысалға тамада болудың курсын осы соңғы жылдарда сатылып бастаған негізі. Оған дейін асаба болу деген курс, той жүргізу деген курс сатылмады ғой. Соңғы жылдар жалпы кез келген салада осы курс сатылу қатты дамып отыр ғой. Именно соның ішінде осы той жайлы курс сатылған. Сен просто ой пікірің дұрыс емес. Қазір енді курстың заманы ғой. Дұрыс деген кезде енді сіздің өмір бақи еліктеп жүрген бір жақсы көріп жүрген жүргізушіңіз не болмаса енді осы асабалық жолда жүргеннен кейін сен Руслан Ысқақов, бағанағы Евгений Ажуагин, тағы да кім бар бізде мықты Нұрбол Пайызов деген кісілер, егер ол кісілер енді курсқа қызықпайды, курс сатпайды, вдруг сатам деп жатса, неге оның қасына бармасқа, кішкентай болсын, үлгісін алмасқа. Дұрыс қой. Дұрыс деп ойлаймын. Мен Болатбек аға жиналыс өткіздім, мен міндетті түрде бардым. Болатбек аға кітап жазды, Оразбаев кітабын алдық, той мен ой деген. Оның ішінде қаншама дұрыс-бұрыс осы сұхбаттың бүкіл түйіні соның ішінде жазылған. Ол кісіге арнайы бір осы бағдарлама арнасақ па деген ниет бар енді. Оған дайындалып. Оған бірінші өзіміз дайындалып алсақ. Оның барлығы да ізденістен келеді да енді. Ағамыздың айтып отқаны көп тамадылар әйтеуір күнделіктімен жүреді. Енді ізденіс ол қалай келеді? Өзінен тәжірибесі жоғары жандармен араласып, сыйласып, білгенін бөлісіп болса, өзі де қандай деңгейде екенін біледі да. Ол курста, мысалы кезінде тамадалық курстар болған жоқ, өзі айтқан. Бірақ әр нәрсенің өзінің маманынан, өзінің бір орнын қойған азаматтан үйренген әлдеқайда дұрыс деп ойлаймын. Өйткені мысалы енді ғана бастап жатқан жан, мысалы 10 жыл уақытын үнемдеу үшін, сол 10 жыл алдын шыққан жанның жанына барып, әйтеуір сумкасын көтеріп жүрсе де, ақыл кеңесін алып жүрсе де, одан бірдеңе алатын болады да. Сол үшін де курсты да енді қазір әртүрлі бағытта өткізіп жатқан адамдар бар. Мысалы ретінде ше, аттарын айтпасақ та, мысалы Рүстекең де өткізді кезінде, бірақ ол кісі дұрыс бағытты жасады. Асқар Әбілбек ағамыз да жасады. Оның барлық негізгі мақсаты осы тойға дұрыс нәрсе берейік деген ниетте. Енді оны әркім әртүрлі не кию керек деген сияқты ше. Клиентпен қалай кездесу, не кию, сөйлесу деген нәрселердің бәрін айтты. Анау осы жақында ғана бір 12 принцип жетістікке жетудің 12 принципі деген кітап оқығам. Сол жерде сен бір үлкен жетістікке жеткен адамның өмір жолын тура солай қайталайтын болсаң, сен де міндетті түрде жетістікке жетесің дейді. Мұхтар Әуезовтің әдемі сөзі бар ғой, адам болудың ең оңай жолы еліктеу дейді. Мысалы, сіз бағанағы Руслан Ысқақов 10 жыл бұрын не істеді, қалай келді, сол бағанағы қателіктерді болдырмай не істей аласыз, соның барлығын қойын дәптеріңізге түртіп жазып, барлығын істейтін болсаңыз, сол әрекетті мен айтайын, мен ойымда жетістікке жетесіз. Енді еліктеу деп жатсың ғой, мысалы қазір бауырларыңызда бар, көріп жатқан нешіктер де бар, еліктеп, мысалы біреуге еліктеп шығып жатыр да, еліктеп шығып жатыр, еліктеу арқылы өзін жоғалта алмай ма? Мен ойлаймын, мысалға елікті, бірақ 1 жыл, 2 жыл көлемінде еліктеп, соны копировать етсін, одан кейін, бірақ өзін тура жолға түспесе. Жоқ, енді ол да дұрыс шығар деп ойлаймын, еліктеу керек, бірақ таганса еліктеп кетпеу керек сияқты, одан кейін өзінің бағытын тауып, етіп, өзінің колясына түсіп кеткендер, жоқ, таганса еліктеп отқандар бар ғой. Один копировать етіп отқандар, сөзіне үшін, прямо дауысына үшін. Біраз адам көлім болып, біраз адам сабыржан болып отқан кезде. Менің ойымша өзін іздеу керек. Өзін қай бағытта мықты екенін дәлелдеу керек қой, бірақ максимально тойды бұзып алмай, тойдың дәстүрін, салтын,
сол жердегі адамдардың бір-біріне көзқарасын және де ұрыс керісті болдырмай әдемілеп тойды жүргізу керек деп ойлаймын. Бағанағы болады, олай болады, жаман болады деген принципте. Кім болғың келеді, қандай бағытта болғың келеді, және клиенттерінің кім болғанын қалайсың деген нәрсе ғой негізі. Еліктейтіндер өте көп екен, мен байқаймын ғой дейді. Мен өзім мысалға кезінде тоже еліктеп шықтық қой, басында еліктеп, анаған еліктеп. Мен Сәкен дейтін өзім ауыл жағында Қаскелең жақта бір адам бар, соған еліктеп шықтым. Бірақ қазір енді Сәкен сияқты екеуміздің стиліміз екі бөлек. Иә, екі бөлек, бірақ Аллаға шүкір бір жылда, екі жылда еліктеп жүрдім. Примерно маған айтатын, кәдімгі Сәкен қатты еліктейсің ғой деп. Енді сол кісі шығарды, сол кісі үйретті ғой. Сөйтіп еліктеп оны жасырмайсыз. Иә. Уақыт өте келе. Еліктедім, уақыт өте келе кәдімгі тура жолға түстім деп. Өз-өзім тауып алдым. Менде сол Руслан Ысқақ ағамызға кішкене қызығушылық болды. Сол кісі сияқты болсам ғой деген кішкене ойлар келді. Сонымен енді адам ұстаз жақсының ұстанымы жақсы дейді ғой. Содан кейін барып өзінің алдынан өтіп негізі ең бірінші осы той саласына келген кезде бірінші Ақылбек деген ұстазым болатын. Одан кейін Жаңабай ма? Мейірбек Беретбек деген ұстазым болды. Сол кісілерден көп нәрселер алдық, үйрендік. Енді кішкене элиталық бағытта Руслан Ысқақовтан көп нәрсе алдым. Өйткені енді білгеніміз, бір тоғыз білмейтініміз өте көп қой, бәріміздің де әлі күнге дейін ізденістеміз негізі. Сол үшін де еліктеу бәрімізде болды. Енді елік дегенде тура сол нәрсені қайталап, тура сол болып алу енді ол дұрыс емес деп ойлаймын. Керегін алу керек та, иә, өзіңдікін жасау керексіз. Өйткені барлық ұстаздарымыз айтатын, Нұркен, просто өзін жоғалта алма. Ал керегін ал дейді да, просто өзіңіз айтқансыз, губка болу керек та, тамада деген, ол барлығына өзіңнің бағытыңды, өзіңді білу керексің да. И жаймен сол минустарымен күресіп отырсаң, сонда сен өзіңдігіңді қалыптастырасың. Сіз кімге еліктедіңіз? Мен өзіме еліктедім. Туған ағам бар ғой, мен Ерқанат Көпжасар жүргізуші, ол біз ол кісімен 7-8 жылдай мен ол музыкант болып жүрдім. Одан кейін батасын алып жеке шықтым. Жеке шыққан кезде сол бағыт қайтсем мен бағанағындай сайқымазақ болмай дұрыс кейіпте жүрейін деп өтірік емес қой, іздендік, ананы көрдік, мынаны көрдік. Бөкеңе видеоларын қарадық біраз. Бөкең сияқты бүкіл иықты қозғап тұрып, аяқты тізені бір-біріне соғыстыру деген нәрселер барлығы менде де болды. Бірақ бит келген кезде әйтеуір өзіміз тауып кеттік. Мен мынау бағанағы бауырларымызға кеңес бір ғана нәрсе. Адам үлкен бір жағдайда өзін біреуден биікпін деген жағдайда, сосын біреуден төменмін деген жағдайда тәкаппарлық деген нәрсе пайда болады да. Яғни қызғаныш бір нәрседе туындау керек та. Қай нәрседе? Оның сауалы көп. Ол намазды жақсы оқиды, өте көп кітап оқиды, болмаса қаншама сүрелер біледі деген кезде қызғану керек та. Ол белый зависть деген бар ғой. Сондай қызғаныш болу керек. Мен неге сөйтпеймін? Мен неге бүйтпеймін? Мен неге жаттамаймын? Соған ғана қызғаныш, соған ғана талпыну керек қой. Ал егер болма, мен одан мысалы Нұркеннен биікпін дейтін нәрсе болса, ол тәкаппарлық. Нұркен курс ашып жатырмын, Нұркенге бар. Оны көп сен қаншама жерде мысалы 10 жылдық тәжірибең бар, көп. Сен любой бір тамададан алатын бір нәрсе болады. Мен мысалы жаңадан бастап келіп жатқан ведущий балалардың видеосына ерінбей көремін ғой. 4 сағаттық видеосын асықпай көремін. Мүмкін ода да бір алатын жақсы бір дүние бар. Мен мысалға бір енді бастап кеткен бір тамаданың тойында отырып қалдым. Анау бір ортасында бір тичка тықты. Әдемі әзілмен тичка тықты. Анау өзі өткізген жоқ. Ондай қатты өткізген жоқ та. Сіз жаттап алдыңыз? Мен алдым, басқа тойға деген бух кіреді. Кәдімгі күшті болды анау маған. Сол себепті ол анау жаңадан не қылғанда болмайды. Ол да ізденіп жатыр ғой, ол бастаған бала жаңадан іздеп келе жатыр, мүмкін дұрыс нәрседен, мүмкін бұрыс нәрседен. Бірақ ең бастысы ізденісті тоқтатпау керек. Күнделікті ізденісте болу керек. Бір тойыңа мүлдем ұқсамай, не болмаса ұқсаса да әйтеуір бір өзгеріс болып тұру керек қой, өйткені жалықтырып алмау керек клиенттерді. Клиентский база содан құрылады. Енді той иелеріне бір кеңес болсын, асабаны қалай дұрыс таңдау керек, мысалға көп адамдар асабаны таңдаған жаңа асабаны таңдау жағынан өте көп қателік жіберіп жатады. Кейбіреулер жаңа бағасына қызығып арзандау асабаны алып алады. Енді ол арзандау асаба деген жаңа енді шығып жатқан бауырларымыз, енді оларда жаман демейміз, жақсы, бірақ дегенмен де опыт өзінікін алады ғой, тәжірибе ол өзінікін алады. Жаңа сенің бағаң кішкене қымбат көреді, арзанға жүгіреді. Той иесінде ең бастысы ниеті қандай, тойдың форматы қандай, не үшін жасап жатыр? Не үшін жасап жатыр? Сосын қандай нәрсеге басымдық білдіреді. Егер әнші жағынан, акустика жағынан,
ресторанның бағанағы сән салтанатына қарайтын болса, онда уже тамадамен ақылдасу керек. Міндетті түрде. Кез келген тамада біледі өзі. Өтпей қалатын ресторан біледі. Атын айтпай ақ қой, өзіміздің Бесағашта талай ресторандар бар ғой. Сон сияқты жасалған ресторандар бар, әйнекпен. Не үшін жасалған белгісіз, Құдай өзі берсін. Стадион, подвал, горшок сияқты жасалған ресторандар бар. Енді сол жерге барып, сен өтіп жүрген тамадасың, бірақ 100% ол жерде өтпейсің ғой. Ол тойхана. Иногда айтасың, қандай тойхана? Немесе жаңғырып қалады, дауысың естілмей қалады, анық сөздерің естілмей қалады. Қай тойхана десе, әлінше етсе, тәте сразу айтасың ғой, той иесіне, ренжімеңіз, мен тойды жақсы өтеді деп айта алмаймын деп. Саған хабарласып, Қосқанат осы тойхананы алып қойдық. Осы күні боссың ба деп, боспын, бірақ тойды атқаз еткен күндер көпшілік. Өйткені репутация деген нәрсе бар. Ол жерге барасыз, міндетті түрде өтпей қаласыз. Мен ең жақын ағамның жақын досының тойын алмай қойғанмын. Бесағашта ресторан бар, ортасынан кіресің, сыртынан шығасың. Арттағылар сені көрмейді, сен олармен көрмейсің, алдындағы бір ұшақ столмен жұмыс істейсің. Ертең айтады ғой, осыншама басқарып жүрген, мақтап жүрген Қосқанат осындай болды ма деген сияқты. Ол репутацияны жаман удар болады. Ол жерге келген 200 адам ба, 200 адам қайтады. Осындай болды деген сияқты. Мүмкін сен бір тойды тәрк ете сал, садақа ете сал, бармай қой, бірақ ар жағында 10 тойың сен жақсы өткеніңді міндетті түрде жақсы өтуіне өзінде үлесін қосады жаңағы бір тойдан атқа. Енді ол тойхананы не істейміз сонда? Ол тойханаға кімдер барады? Мысалы, той иелері алып қойды, амал жоқ, бағанада өзің айтқандай алып қойды. Тут басқа вариант жоқ, сол күні той жасау керек. Той иелері сол тойхананы алып, ондай кезде не істейміз? Ана біреу айтатын еді. Акустика жөндейтін де, акустика қоятын адам керек. Қиын болады ол жағдай. Ол қандай тамада барса да, ол жерге, по-моему, тек шоу программамен бару керек шығар. Тек шоу программа. Тамадаға вообще акцент жасамайды. Анағы ансамбльдерді алып қойып, ансамбльден кейін әншісін алып қойып, әншісінен кейін видео игрларды қосып қойып, тек бағанағы сөз тыңдайтын адам керек болмай тұрды ол жерде. Сондай ғана программа болмаса. Не үшін тойды бастадым? Мен намыстан бастадым. Мен КТК арнасында жұмыс істедім 5 жыл. 5 жыл жұмыс істеймін, тойға барамыз. Енді кеттік тойға деген бағдарлама болды. Тойға барамыз, ешкім білмейді, мысалы Музарт тобы келеді. Сіздің тойыңыз өтіп жатыр, Музарт тобы келеді. Соны объявлять ету керек қой. Сахнада Қосқанат КТК арнасының жүргізушісі қандай мақсатпен келіп тұр, соны білмейміз. Интриганы туғызып, бүйтіп тұрып айтатын нәрсені көп тамадалар сөзіне жаңалады ғой, просто түсіндіріп айтасың, ана жерде жаңалады. Екі сөздің басын қосаң, почти 50-60% тойда менде сондай нәрсе болды. КТК арнасы келіп қалып, атыңыз Қолғанат деп, мен атым дұрыс айтпайды ғой. Ол енді ең үлкен неуважение ғой, адамның атын үшірет. Сол айтсам, сен жақсы көріп кетеді, тойда жүріп, айтпаш, жақсы көріп кетеді. Тура сондай нәрсе менде болды, мен содан намыстан бастадым тойды. Бірақ тойдың басында жүргізушілікті бастаған кезде маған звондайды, Қосқанат ставкаңыз қанша дейді, мен сізде қанша теңге бар деп айтамын. Бірінші басында. Мен білмеймін ғой өйткені, мен мониторинг етпедім, анализ жүргізген жоқпын, мен өзімнің деңгейімді білмеймін қаншалық шабатынымды. 2017 толық халықтың тек бағанағы өзінің берген ақшасымен ғана жүрдім. 50 мың болса 50 мыңға бара бердім, 40 мың болса 40 мың. Сөйтіп 2018 алғашқы бағам менің 150 мың теңге болды. Мен көрдім, шамамен осындай болады. Өйткені жоғары жақтан менен үлкен тамадалар, олардың бағанағы 10 жылдық тәжірибесі бар, 5 жылдық тәжірибесі бар, көргені бар, білгені бар, соның барлығын сайып келген кезде менің бағам 150 мыңнан аспау керек болды. Мүмкін қазір енді бастап жатқан тамадалар 500-600 мыңнан көтеріп тастайды бағасын ше. Қалай дейсің? Ана бүкіл ситуацияны өткен жоқ қой. Басына бағана құда-құдағымен ренжісіп, не болмаса төбелесіп тойдың үстінде қыз бен жігіт фотосын лақтырып, гүлін лақтырып, оның барлығы ішінен басынан өткен жоқ қой. Ол ертең не істейді ол? Мысалы 500 мың теңге. Мен сені шақырып емес, осында қалай шығып кетеді деп уайымдайсың. Барлығын уайымдайсың ғой. Ал біз арзанға шығып жатқан тамадалар бауырларымызға ешқашан сөгіп, нақсап нетпеңдер, тоқтатпаңдар, бағаны 500 мыңда ұстап алыңдар деген нәрсеге біз мүлдем айта алмаймыз. Бірақ дегенмен егер сапасын жақсартса, ол көтере алады. Неге көтермеске? Мысалы, кім Ұланғасыр Хамид бағанағы Қызыл Раушанға дейінгі әндермен 50 мың 30 мың теңге шығып жүріп, Қызыл Раушан шыққан кезде ол сол ақшамен тұрмау керек қой. Пока ұрып жатыр ма, Бал Қадиша ұрып жатыр ма, ол 500-600 мыңға шықсын, сол бағаны көтеріп алу керек. Бағаны сұраныс көтерді ғой негізі.
бірақ енді менің айтқым келгенім жаңағы сапаны дегенім ше. Енді егер ол өзінің ғана сататын болса, например, тамада музыкант осындай баға дейтін болса, ол өзінің бағалағаны, өзінің еңбегін, тәжірибесін, өзінің қандай деңгейде екендігін. Ал тұраттағына енді жаңа бір жағынан қорқыныш шығар мүмкін, алып қалмай қалады-ау деген. Иә, ондай бар, көп адам. Содан кейін барып, енді білмеймін, оның барлығы бізге емес, енді кейбір бауырларымызға да бәрімізге де сөз тиіп жатады да. Сендерде комплект қанша деген сияқты ше. Сол үшін енді ол айтқым келетіні осы сәтте әркім өзінің сол сапасын, ненің не екенін клиентке нақты түсіндіріп бергені дұрыс деп ойлаймын. Біздің бағана біздің айта алмай жатқанымыз бірақ нәрсе ғой, біз өзіміздің дәрежемізді, өзіміздің сапамызды, өзіміздің қаншалықты тұратынымыз білмейміз. Анау Өркен Кенжебектің айтатыны ғой, сенің бір сағатың қанша теңге тұрады деген сияқты. Ол біртүрлі қойылған сұрақ, бірақ дегенмен сенің бір сағат қанша теңге тұрады? Әр адам өзінің уақытын білу керек, қанша тұратынын. Мысалы, бағалау керек өзін, қанша теңге. Енді гонорар мен сұраймын, осы орайда баға жайлы әңгіме ақыры болды. Ел білсін, ел көрсін. Мен оразаға дейін 400 мыңға басқарып жүргенмін, оразадан кейін 500 мың теңге көтеріп жатырмын. Не кіреді оның ішіне? Оның ішіне мен өзім музыкант әнші жүреміз. Қасыңыздағы үнемі жүретін Гаухар қарындасымыз өте керемет дауыс иесі. Аллаға шүкір. Үркеннен арзанбыз. Біз сізден арзан екенбіз. Ол Ең арзан мен осы бағаға хабарласа беріңіздер. Арзан қымбат емес, ең бастысы жаңағы ағамыз айтқандай өзінің әрбір адам өзінің бағасы бар. Мысалы, ол құны бар, құндылығы бар деген сияқты. Егер сенің құндылығың бере алатын болсаң, жоқ, ол құнды қойған дұрыс деп ойлаймын. Кейбір егер сен өз-өзіңді бағаламасаң, сен ешкім бағаламайды бұл заманда ше. Сол үшін де әркімнің өзінің қойған бағасы бар. 50 мыңға шығады, 500 мың, 1 миллионға шығады. Бірақ сол бағаға өзі лайықты болса, сол бағаға беретінді болса, көбісі қорқып та жатады. Мысалы, мен 10 жылдан астам жүргізетін, жақсы жүргізетін тамадаларды білемін. Мысалға, пәленшерден той келіп тұр дейді. Алдында менде бір жағдай болды. Осындай рестораннан той келіп тұр дейді. Мен нормальный негізі тойхана, нормальный баға айта беріңіз деп ше, примерно есепті беремін, осындай баға айтыңыз деп. Кәдімгі қорқыныш болады, алмай қалатын шығар. Айтамын, уайымдамаңызшы, айта беріңізші деп. Қорықты, арзан қалып болды, анау тұрды да сразу келді, қанша задаток жіберейін дейді. Айтамын, айтпайсыз ба осында момент жаңағы мен бір жерде оқыдым деп айтпай қой, мен өзім көп оқымаймын. Анда оқысам түсінбеймін да, тыңдағанды сразу мен жаңағы сразу қабылдаймын. Себепті бір жерде тыңдап қалдым да. Сіздің бай болуыңыздың құпиясы қандай деп бір журналист сұрайды ғой. Сол кезде журналистке қағаз бен ручка беріп, кез келген цифр жаз дейді. Примерно айтып жатырмын, есімде қалған. Жаңағы журналист тұрады да, мен сізден ақша сұрап жатқан жоқпын, бай болуыңыздың құпиясын сұрап жатырмын. Сіз жаңа ғана ең бай журналист болудан жаңағы моментін жіберіп алдыңыз деп ше. Мүмкіндік жіберіп алдыңыз деп ше. Ал мен оны мүмкіндікті жібермеймін деп. Сол себепті мүмкіндік келіп тұрған кезде негізі бас қылған дұрыс қой. Жоқ, құныққанда емес, енді ол сені жақсы көріп не қылып тұрған адам по-любому алады ғой. Тойханасын көріп тұрсың, сен ауылдық жерге ондай баға айтып отқан жоқсың ғой. Мысалы, қарайсың ғой, континент. Сіздің сонда өзіңіз бағаңыз сол ресторанға, ауылдық жерге халыққа. Жоқ, енді қарайсың ғой, халықтың қалтасына қарайсың. Сен, например, Қаскелең жасында той болса, мысалы, Нұркен Қаскелеңде тойға шақырды. Сіз примерно бір 200 мың деп айттыңыз. Мен Светланада той жасадым, маған 500 мыңға келесіз ба сонда? Жоқ, бетіңізге баспаймын ба? Жоқ, бетіңізге баспағанда. Жоқ, деп. ол жерде қара сен, например, халықтың жағдайына да кіре білу керек қой, сен бәрі әділетсіздік емес пе? Жоқ. Мен білмеймін, айтқан адам айта берсін. Өйткені қара, сен мысалға біреуде ақша бар, біреуде жоқ, оны постоянно бір бағаны қойып тастап, мысалға ол сен той жүргізген именно қалап отыр да. Мысалы, именно мен тойып, мысалы, сен жүргізген қалап отырмын да. И ол туралы айтады, менде осындай ғана ақшам бар, жүргізбеші, сен бармайсың ба? Жоқ, мен барамын. Ақша құнықпағансың ғой. Сол сияқты жағдайына қарайсың ғой, мысалға. Жоқ, қараңыз. Жоқ, енді сен айтып қарайсың. Звондап жатыр, иә? Сразу айтып жатыр. Нем осы жерде. Жоқ, мен белгілі бір баға бар ғой. Баға бар, иә. Белгілі бір қойылған нақты баға бар. Қанша теңге? Айтпаймын. Айтпаймын дейсіз, біз айтып жатырмыз ғой. Мен секрет. Көп емес, менікі қарапайым, менікі енді ондай қатты анау 500-600 демей қойды. Маған өзіме жетеді. Тамадасы бар, музыканты бар. Қаншада ойлайсыңдар? Дегенсіз өзі қаншада ойлайсыңдар? 300 бен 400 арасында. Тамада музыкант 300 бен 400. А егер енді болып жатады, кәдімгідей менде баяғыда да болды, қазір де болып жатады. Осындай сен тойда көрдік, өзің жүргізіп берші, бірақ мынандай ақшамыз бар десе, мен жоқ 300 мың төмен бармаймын. Қарайсың, жағдайына қарайсың, жарайды, әкел, барып бересің.
Пятница болса қарау керек болып қалады. Жоқ, болды менде. Шынымен болды. Пятница субботаға қараған жоқпын. Біз бауырларымыздың барлығына ризамыз. Еңбек етіп жатқан адамның барлығы мықты ғой. Мен өз біреуді сөгуге, біреуге мынандай несе, былай деп айтудан қорқам. Өйткені біреуді жамандасаң, біреуді әжу аласаң, біреуді міндетті түрде үстінен бір сөз айтсаң, Алла тағала сені сол кейіпке түсірмей бұл өмірден өте алмайсың. Сондықтан еңбек етіп жатыр ма, шығып жатыр ма, ұрлап жатыр ма, ұрласын, істесін, бірақ Алла тағала берекесін берсін. Сол адамдарды мен сыйлаймын. Менде мынандай бір қызық болды ғой. Бұрын енді бала енді шығып жатқан кезде ғой, жаңағы енді шығып жатырған басы шыққанымызға бір 4-5 жылда болып қалды. Кәдімгі әдемі кетіп жатқан кезіміз. Бізден кейін де шыққан одан кейін інішектер болды, солар келген кезде кішкене андай болды. Енді ол жасыратым жоқ, жүргізе аламын екен деген сияқты бір деңгейлер арасында болып қалды. Енді жассың ғой. Сонымен арадан біраз уақыт өтті. Мен 1 жыл көлемінде Ақтау қаласында тұрдым. Ақтау қаласына барам. Ешкім танымаймын тамадалардан. Вообще тойға қатысады. Жұмыспен ба әлде? Сол жаққа үшін бару керек болды. Сонымен барам, ешкім танымаймын, тамадан музыканы ешкім танымаймын. Бір кісілермен через танысып қалам. Енді бастап кеткен асабалар кәдімгі қарап. Что там, брат? Той жүргізе аласың ба деген кезде бар ғой. Баяғы кезім есіме түсті ғой. Енді бастап жатқан кезде. Бүкілін басынан бастау керек болды. Жоқ, өзім сөйтіп қараған кездерім есіме түсті ғой. Мә дедім. Әрбір нәрсе жақсылықты жамандықты айналып келді. Сосын бір бауырыма поддержка бергем. Есім айтпай ақ қояйын. 0-ден бастап шығуға кәдімгі көмектескен, поддержка берген. И сол жақта маған да тура сөйтіп бір жігіт поддержка береді. Бауырым жүр, тартады қасына. 200 мыңға барса 100 мың береді. Мен сол кезде Ақтауда қымбатты бағаға шықпаймын. Кәдімгі айтайын, Алла бәрін көріп тұр ғой. Алла әділ ғой, еңбек етсең береді. Кез келген дүниені, жаңа сен айтып отқандай есіме түсіп кетіп отыр да, алдың алып келеді екен. Любой жақсысы бар, жаманы бар. Жаманы бар, жақсысы бар. Кез келген сен не жасайсың? Алдың келеді, қайтып келеді. Ол ертелгеш, ол обязательно келеді екен. Сөйтіп қазір барынша бәріне жақсылық тілеймін, жақсылық жасауға тырысамын. Өйткені, мысалы, мен біреуге жақсылық жасаймын, одан қайтпауы мүмкін. Мысалы, кей кезде бізде андай болып қалады ғой, мен анаған бірдеңе жасадым, неге ол ответке мені лақтырып кетті дегенше. Имани деңгейіміз ондайға жетпейді ғой, оң қолың беріп сол қолыңды ұмытып қалатын. Біз ондай қоғамда емеспіз, бірақ дегенмен соған үйрену керек та. Келсе көмегіңді бер. Егер барынша бар енді балаларша менің ойындарымды ойнатып, бірақ мен бердім, мен жасадым дейтін адамдар бар, оларға мен ренжимін. Көңілім қалады. Ол барды бар деп айта салды. Мойындай салды, оның өзі ерлік. Мен мысалға мүмкін болмаса ақыл айттым, мен басқасын жасап алдым, жарайды, оның барлығы тұра берсін, бірақ мен жасадым, мен неттім деп. Мен соңғы кезде парольмен қойып тастайтын болдым ойындарымда. Естідім. Осы жылы өздеріңізденбесеңдер, келесі лытпен айтатын ойындардың бәрі қосқанатта парольмен, болмаса қосқанаттың музыкантына пароль сұрап алыңдар дегенсің ба? Ол не істеймін парольмен деп жатыр деп. Өйткені ұрлық көріп кетті. Жүргізуші болсын, бір бойында 3 қасиет болу керек деген бір 3 қасиет пайда айтып аласыз ба? Осындай қасиет болу керек. Қандай қасиет болса дұрыс деген сияқты. Енді бір кеңес ретінде бір жағынан сол қасиет тапқырлық деген сияқты. Мысалы, тапқырлық болу керек. Өзіңіздің ойыңызда қана емес, менің ойымша анау. Жалпы адамда асыр деген сүре бар ғой, егер Құран толық түспесе, осы асыр адамзатқа жететін еді. Уайла аср иннал инсана лафи хуср уақытқа сеп, шын мәнінде адам өз-өзіне кішкене кері тартады, бірақ олардың арасында бағанағы шыншылдар, әділеттілер және де тура жолдан тайынбағандар дейді. Менің ойымша бұл қасиетте жүргізушілерге барлығына қажет деп ойлаймын. Қандай жағдайда? Біз тек қана жүргізуші емес, біз ұйымдастырамыз ғой тойды. Ұйымдастырып жатып, біреудің хаққысына кіріп кетпеу керек та. Мысалы, бишілерді енді бір 40 мыңға шығып жүрген бишілер 100 мыңға сатып жіберетін адамдар бар. Ол жердегі 60 мың теңге саған күмәнді ғой, күмәнді. Мүмкін ол саған риза шығар, бірақ сен ондай деңгейде сатпауың керек та. 7-10% үстінен алсаң болады деп ойлаймын. Жоқ, оның сосын ол жақта білу керек шығар, сен алып отқанды кейбіреулер. Жоқ, ол бар ғой, иә. Негізі айтпай сатамын. Мысалы, сіз маған звондайсыз, Нұркен менің тойым жүргізіп берсін деп, мен Нұркенге звондаймын, сен қанша теңге деймін, бұл 300 мың деп айтты, мен сізге 350 мың деп айттым, сіз оның 350 мыңға келіскеніне ризасыз, бұл 300 мың теңгеге риза.
мен 50 мың теңгеге ризамын. Бұл бізге адал ақша болады да. Мысалы Нұркенге звондаймын, Нұркен маған 200 мыңға жүргізіп бере салшы. Өзім бағасынан түсіріп. Сізге айтамын да, мен 150 мың теңгеге жүргізетін болды деп. 150 мың теңге арада көріп қалып тұрмын. Бұл 200 бағанағы 150 мың теңгенің 250 мыңға барғанына кішкене қиналып барады. Сіз 150 мыңды бергенде қиналып бересіз, бірақ арада жалпы сол келісілген гонорарын беріп, үстінен қосылған суммасын қосып жоқ, қосып жатқаннан бөлек оны екі жақта білу керек. Мысалы мен сені сатып жатсам, барлық жағдайда ол дұрыс. сен білуің керексің. Бірақ енді білдіртпей сататындар деген жетеді ғой. Қасиеттерінен жалпы адалдық қой бірінші. Адалдық, әділдік, ізденімпаздық енді өте мүлдем жатпау керек деп ойлаймын. Біздің көп жүргізушілердің, жалпы жүргізушілердің ғана емес, өнер адамдарының барлығының ең үлкен проблемасы сол қарын ғой. Бізге өзі спортзалға бар, басқа жерге бар, тіпті мына моншаға бар қоғамдық. Ол жердегі қазақ жастарының көбісінің проблемасы ол қарын, артық салмақ. Нашаққа қатты қарап жүрген. Қарың тартып отқансың ғой? Формада жүрген. Сіз өзіңіз сатып жатсыз ба? Сіз өзіңізді главный продукт қоғам, продакшн деген сияқты бір үлкен продуктпен сатуыңыз керек қой. Бізге қараған кезде әртіс қандай болу керек? Әртіс қараған кезде сүйсінетін, тамсанатын, мақтанатын, бір шынымен адамның көзі сүйсінетіндей осыны қайтадан сатып алсам ғой дейтіндей болу керек та. Мысалы, немецкий машиналарды қарасаңыз, мысалы, Майбах, Гейлендерді қарасаңыздар, осыған отырсам ғой дейтін. Мысалы, ондай адамдар да көп. Мысалы, менің өзімнің жақсы көретін адамдарым, мысалы, Сәкен Майғазиев. Сол кісінің қасында жүрсем ғой, сол кісідей болсам ғой дейтін адамдар да көп қой, мысалы. Қанша, мысалы, 46-ға келді ма биыл? Әлі күнге дейін бір аяқпен отжимание жасап отырып тұрады, бағана приседание, андай-бұндай бүкіл бағанағы несін жасап жатады, немене дәрі, жолдауын жасап жатады. Флеш, немене дәрі, флешмоб түшмейді. Жоқ, эстафетасын. Эстафетаны бір-біріне жолдап жатады деген сияқты. Сондай болу керек деп ойлаймын, өнер адамы қарағанда сүйсінетін, таңданатын, қайтадан сол адамды көргім келсе дейтіндей болу керек қой. Келейінші, анау кәдімгі, ондай қатты не қыламаймын, ішіне керек. Мен өмірде өзім андай қарапайым болғанда өмірді қалай бар, солай сөйлеймін да. Біреу жаңағы, біреу анау ел бүйтіп жатыр, анау бірдеңе деп айтып жатыр деп соның сөзімен думкаға кіріп кетіп отырмын, айтса айта берсін деймін да, өмір менікі. Сен мысалы өмірді қалай сүргің келіп жатыр, сен солай сүріп жатсың ғой. Қалай саған удобно, комфортно. Мен мысалға жоқ, жалпы деймін да, енді өзің арақ ішкен комфортно сонда өзіңе қалай ыңғайлы, комфорт, өзің қалай жайлы сезінесің, солай сүріп жатырсың. Қараңыз, осы комфорттан шығуымыз керек қой біз. Біз комфортты нәрсеге киіп алғанбыз да. Ішкіміз келген нәрсені ішеміз, жегіміз келген нәрсені жей береміз. Содан кейін не болады? Ол жағын айтып отқан жоқпын. Ол жағын емес. Жаңағыдай анау біреулер айтады ғой, ананың сөзі, анау пәленше бірдеңе деп жатыр, мен не істеймін деп біреудің елдің сөзімен өмір сүретіндер бар ғой, сол жағын айтып отырмын да. Мысалы мен оған қарағанда өзім қалай өмір сүргім келеді, солай өмір сүремін. Мүлдем пікір қабылдамайсың. Пікір қабылдайсың ғой енді. Мысалға ол қабылдайтын пікір ғой. Пікірінен өзгерген кезіңіз болды ма? Нақты. Иә. Бағанағы мысалға мен айттым ғой, ең бірінші тойға шыққан кезде еліктеп жүрдім деп ше, сосын елдер айтты, сен ұстаз соңғы күндері қатты еліктеп баратсың деп ше. Бүйтіп қарадым да. Одан басқа. Сын қабылдай аласың. Сын қабылдайсың, басқа есімде жоқ. Жалпы яғни қабылдамайсың. Жоқ, қабылдайсың, қабылдамайтын кезінде болды. Қандай ғой? Адам орысың ғой, дайындар қаласың. Өмірде даму үшін, өсу үшін бірінші ата-анасынан, екінші мектебінен, үшінші ортасынан білім алады негізі. Сол үшін қандай ортаны сіз дұрыс деп білесіз? Өзіңіздің ойыңызды. Енді сізді бәрімізді ерекше құрметтейтін жандардың бірісіз, аға ретінде ұялмай айтылатын, мынау менің ағам деп тұрып айтылатын, біз мақтанатын жандардың бірісіз негізі. Сол үшін де біз шынымен қызығып та, қызғанып та қарайтын жандардың өзің бір ыңғайсыз кейін. Жоқ енді адамға дұрыс нәрсені мен айтып отырмын ма деген дей ма? Жалпы қандай ортаны таңдау керек және ортада қалай болу керек? Ортаға сиесіп кету үшін қалай болу керек? Марғұлан Сейсенбай ағамыздың айтатыны бар ғой, достар 4-5 түрлі болады дейді. Біріншісі скорый помощь достар, яғни жедел жәрдем. Сіз екеуміз хабарласпаймыз, бірақ қатты керек кезде сол досыңды міндетті түрде іздейсің. Ондай бар ғой барлығымызда, нөмірі бар. Ақша керек болған кезде сол адамға звондайсың. Авария болып қойсаң, Алла сақтасын, не болса бір жағдайға түсіп қалсаң, міндетті түрде сол адамға звондайсың. Бірақ сен оған күнде звондамайсың, күнделікті түрде. Айына бір рет WhatsApp-тан бір жазған кезде, не болмаса кездескен кезде, бір
бірақ жақын адаммын ғой. Аха. Екіншісі кәсібіңдегі достар. Сендерді тек қана кәсіп байланыстырады. Үшіншісі, енді ол болса болуы мүмкін, кейбір адамдарда болмауы мүмкін, ол жамағат достар. Алла жолындағы достар, Алла ризалығы үшін жүрген достар. Содан кейін нең интересің бір достар. PlayStation ойнайтын достар, футбол ойнайтын достар, кальянға баратын достар. Қандай неде интересте жүресің, сол интерестағы сенің достар. Басқа күндер хабарласпайсың. Содан кейін сенің действительно балалық шағың достар бар да. Олар сенің бөлек қой. Атақтан, сенің киіміңе бағана. Қалай бар, солай. Конкретно қойыштесеге қоймайтын адамдар бар ғой, тура сондай достарың бар. Менің ойымша, бұлардың ішіндегі ең қайырлысы сенің Алла ризалығы үшін жүрген достарың деп ойлаймын. Бірақ максимально бағана өзіңіз айттыңыз ғой, Нұркен. Біз ескерту үшін келдік, міндетті түрде ескертуіміз керек дейді. Ішіп жүрген адамдармен максимально біз араласудан аулақпыз. Арақ ішетін, шегетін, Алла сақтасын. Ондай орта болмаған, мен болмайды деп ойлаймын. Арақ ішетін орта бәрібір міндетті түрде ол жерде шайтан жүреді. Шайтан болғаннан кейін міндетті түрде ерегес басталады. Содан кейін болады ондай нәрсе. Мен ол жерден мысалы болмаймын ондай жерде. Және ондай адамдар жоқ, мен болмаймын отырыстарда болмаймын ондай жерде. Той басқармасам ондай отырыстарда болмаймын. Бармайсың ба жиындар? Көргем ондай зардабын да. Мен өзім өмір сүріп көрмеген, бірақ жақындарымнан өте ең жақындар, ең жақындарымнан ішкен адамдар да бар. Олардан кесірін талай көргенбіз. Мен ойымша ондай ортадан аулақ болу керек деп ойлаймын. Сосын әрдайым ізденісте дамуға лайықты бір талпынып тұратын жандар бар, солардың ортасында жүру керек деп ойлаймын. Осы жақында ғана мен бір орысша жүргізетін шоумендер бағана. Солардың ортасында бір емес бір 4-5 жиналысында болдым. Мен 500 мың деп айтсам, сен өте арзанға шығасың. Сен өзіңді бағаламайсың дейді. Мен қатты ойланамын да сол кезде. Мысалы, мен енді ауылдағы адамдардың деңгейінде ойланып көремін саласың. Ауылдағы адамдардың байлығы, айлығы мысалы 200-300 мың теңге. Мен оған мысалы 700-800 мың теңге қойып тастасам, ол мені көтере ала ма? Көтере алмайды. Мысалы, ол қалай болады ертең? Кредит алып мені шақырса. Ол дұрыс па, бұрыс па? Сол ақшаны маған берген ақшасын ол өзі бір жыл төлесе, ол дұрыс па, бұрыс па? Ол нәрсені көп ойлаймын. Олар ол деңгейде ойланбайды. Олардың спектрындағы адамдар мүлдем бағаны елемейтін адамдар ғой. Мүлдем. Сондай ортаға кіріп алған, және олардың бірақ нәрсесі олар аямау керек дейді. Той иелері они неблагодарны, они о нас не думают. Сондай деңгейде ойланады ғой. Мүлдем біздің бағана. Біздің деңгейде ойланбайды ғой. Ойлауға, көзқарасы, адамға деген көзқарасы, сөйлесуі әрқалай ғой енді. Сол үшін сіздің енді жүрегіңізде мейірімділік, Аллаға деген сағыныш, махаббат көп болғандықтан сіз адамның ситуациясына кіре аласыз. Кіре алу керек негізі. Деп ойлаймыз да, біз ешкім шарт қоя алмаймыз, біз құлмыз ғой негізі, біреуге шарт қоятын да біз ешкім емес. Енді құл патшамыз. Дегенмен де біз мүмкіндігінше жаңағыдай иіле салған дұрыс деп ойлаймын енді қосанымыздан айтқан сөздеріне. Бірақ ортаны өте орынды айттыңыз. Жаңа айтып жатсың ғой, оларды жаңағы орысша жүргізетіндердің жаңағы бір ортасына бардым. Олар бізді аямайды, оларды аямау керек деген сияқты бірден айтып жатыр. Бізді жоқ анау той иелерін айтып жатыр. Сондай деп айтып жатар деп отырсың. Енді бұрынғы той иелері, қазіргі той иелерін салыстыруға болады ма? Бұрынғы қазіргі той иелері көп жерде былай разница бар деп ойлайсың. Мен өзім мысалы ойлаймын, бұрын тойға барған кезде деп жаңағы кеңдер деп жаңағыдай шай тамағың басқасы болсын, тойдан кейін той бастарын салып, шапаныңды беріп, шапан болмай қалса әйтеуір бір рубашкасын беріп сөйтетін. Қазір ол жоқ та, и кейбір мынандай сәттер болды да, жаңағы дастархан жаймайды, и там бірдеңе жеп алғың келеді ғой, по-любому сен. А мы же вам заплатили, покупайте сами. Біз сендерге ақшасын төледік деген, ол асабаның қадірі кетіп баратыр ма? Или той иелерінің? Енді сіз қараңыз, сізге өзі бір 300-400 мың деңгейінде берсе көлемінде, ал дастархан 6 адамға жайылады. Егер ресторан 15 мың теңгеден болатын болса 6 адамға, жарты стол ғой, ол 100 мың теңге кетіп тұр ғой. Сізде оны ойлауыңыз керек қой. Жоқ, сол жалпы енді. Мен міндеттемеймін. Менде бағанағы рейдер андай деген нәрсе жоқ. Жоқ, менде болса болды, болмаса мен мынау осымен самый үлкен құралым, осымен ғана жүремін, болды.
тойдан шыққаннан кейін тойдан шыққаннан кейін отырып, міндетті түрде жамандағаным емес деген әңгімелер басталады. Міндетті түрде сол тойда той есін жек көріп шығасың. Құдай сақтасын. Ауылға, мысалы ауылға барасыз ғой енді. Обязательно. Ауылға барған кезде ол жерде енді өлтіріп дастархан дайындап қояды ғой. Алады, шығарып салады, той бастағаннан кейін анан бәрібір жемейсің ғой, бәрібір береді. Бір махаббатпен жібереді да сізді. Ал қалада ол міндетті түрде ол ескеріледі. Қалада енді оның той иелерін ешқандай біз ренжи алмайсыз. Өйткені бір қазір қалада орташа ресторанның бағасы 22-25 мың теңге. Ал 6 адамға жайды 120 мың теңге. 120 мың теңге шоу билет шақыра салмай ма? Жоқ, бір сұрап отқаным ғой, сенің ойың қандай екен деп білгім келеді. Сол қызық. Көкейімде жүрген сұрақ еді ғой. Тым мазалап жүрген. Енді бір сұрақ сен үшін осы Қазақстандағы номер 1 демей қойын, топ 3 асаба, әрине мені оспағанда жалпы бізді айтпағанда топ, мысалға мен үшін, мен әлі күнге шейін айтамын, мен үшін топ асаба. Асабаға енді асабалық жағынан алатын болсам ше, Шынберген ағамыз бар ғой. Шынберген Сүлейменов білетін шығарсыз. Білемін. Сол кісінің мысалға маған әңгімелері, тойы, мен кәдімгідей концерттің өзі той болды. Иә. Қатты мен мысалы Шынберген ағаның бірдеңе шыға ма ютубтан сразу көремін. Мысалы мен үшін топ сол кісі да. Ұнайды өзіме енді. Екіншісі сізге ойға жоқ, сіз айта берсеңіз. Жоқ, айтамын, мен айтамын. Сіз өзіңіз жауап беріп қойдыңыз ғой. Жоқ, мен мысалы деп отырмын. Топ 3. Қазақстандағы топ 3. Ол қымбат болсын, арзаны болсын. Бағана біз айттық қой, жүргізуші жамандағаным емес деп. Тамада әзіл жағынан деген алатын болсақ, біріншісі сөз жағынан, әзіл жағынан деп бөлеміз ғой, қалай жасаймыз? әзіл жағынан міндетті түрде Тұрсынбек Қабатов деген ағамыз тұрады. Ол кісі енді тамадалықтың пигін шығарып қойған адам деп ойлаймын. Қанша қымбатқа қойса да ол кісіні міндетті түрде шақыра беремін. Екінші бағанағы сөйлі сөз, әуезді әңгіме деген кезде Болатбек Оразбаев пен Нұрбол Пайызов. Мысалы, ол кісілерді өзінің аудиториясы бар, жақсы тыңдайтын. Ал одан кейін барып мәдениетті халал той жағынан жүргізетін болса, онда Никулин Айбат. Ал орысша шоумендерден алатын болса, Ринат Сапар болып. Бұл кісі, мысалы, бағасы 2,5 миллион теңге, енді әрбір адамды көтере алмайды. 2,5 миллион десем, орнынан тұрып кете салдым. Су шаш. Атын Ринат өзгерте ойды. Мен өскен кезде Ринат боламын дегенсің бе? Сразу кетті. Сол адам, енді Евгений Ажугин деген орысша жүргізушілер бар. Бірақ менің өзім топ 3-ін айтшы. Топ 1-і Қазақстанда емес, бірақ Иван Ургант деген жүргізуші бар. Өте қатты ұнайды. Топ 1 сол. Қаншама, жоқ, енді мен топты айтып қойдым ғой уже, бірақ енді өзімнің еліктеп топқа 4-5-ін кіргізіп жібердің ғой. 3-ін ғана айтшы. Тұрсынбек Қабатов, Болатбек Оразбаев. Енді мен әртүрлі форматта айтып жатырмын ғой. Айбат Никулин, орыс тілінде. Онда былай бөлейік. Әзіл форматында, яғни жаңағы әзіл жағымен алып келетін болсақ, топ 3-і кім? Тұрсынбек Қабатов. Әзіл жағынан, сосын кез келген мысалы ойындары ұнайды деген сияқты или болмаса одан мысалы именно кәдімгі жұлдыздар көп қой. Білейікші. Мысалы маған қызық болып тұр. Қатты білгім келіп тұр. Мысалы әзіл жағынан енді халық танып жүрген бір тамада бар енді. Кім? Бір тойға барған, тойды жарған, соны көріп 2-3 тойға шақырған. Сол шақырған тойлардың бәрін өте қатты. Іріді дейміз ғой енді. Асамалық тілде іріген ғой енді. Ондай да нәрселер бар. Жоқ, сен үшін жалпы всегда өтетін сол Тұрсынбек ағамыз, Болатбек ағамыз, сосын орысша жүргізушілерден сол Ринат Сапар болды. Егер шетелде алатын болсақ, онда бағанағы Иван Ургант, сосын Алекс Белов деген бар еді ғой, шпагат жасайтын. Сол бар. Енді ана Америка деңгейіне кететін болсақ, онда түрлі шоумендер бар ғой. Брюс Ли деп қолдырғазы. Жақсы болса. Сен үшін топ 3 кім? Ойлана алдыңыз ғой. Сен үшін топ 3 кім? Сөз жағынан менде Болатбек ағаны, Нұрбол Пайызов ағамызды мойындаймын. Өйткені қаншама сөздерін әлі күнге дейін айтып та жүрміз.
қарап та жүрміз. Енді аға буын ғой ол кісілер. Енді ұйымдастыру жағынан мен Руслан Искаковты айтамын. Ұйымдастыру жағынан, иә. Уже халықаралық деңгейдегі концерттер ұйымдастырады. Бокс кештері ұйымдастырады. Иә, ол ұйымдастыру жағынан, иә. Ал енді қысқаша солай өзі. Өз билік. Мен үшін жаңағы жауап берейін. Мен үшін топ-3 әзіл жағынан анау демеймін, просто общий айта салайын. Қазақстандағы Шынберген аға бірінші. Одан кейін өзіңіз айтып отқан Бөкен. Ол кісімен кәдімгі кез келген жағынан да кәдімгі күшті ғой. Бір жағдай болды, Жаркенттен шықтық. Мен бар, Бөкен бар. Бөкенге басқа тойда болды, Полка екеуміз басқа тойда болды. Сонымен Бөкенге жігіттер осындай бәрі машина пустой. Алматыға шынау кетейін, әңгімелесіп барайық деді. Тойдан шаршап шыққанбыз. Полка алдында отыр, мен артында отырмын. Енді көзім барды, Бөкенге әңгіме бастаған кезде кәдімгі ексерген ортасында бастығын осылайдан тұрды. Ұйқы шайдай ашылып кез келген әңгімесі күшті, қызық, жаңағы сөз той жағынан да былай адами жағынан да екі мысалға Бөкенге айтамын. Үшіншіге енді ол кісіні ешкім танымауы мүмкін, мысалға сен ол кісіден жақсы жүргізу мүмкінсің, қымбат шығу мүмкінсің, бірақ мені үйреткен адам Сәкен. Мен сол себептен 3-ке қоямын. Өйткені ол көп жерде мысалға кейбір асабалардан арзан шығуы мүмкін, кейбір асабалардан мысалға жақсы шығуы мүмкін, или болмаса жақсы жүргізу мүмкін, кейбіреулерінен онша емес жүргізу мүмкін, мысалы халық танымауы мүмкін. Бірақ мен үшін мысалға себепкер болды, мен тойға шығарды. Сол себептен мен Сәкен ағаның көзінше той жүргізіп бердіңіз? Иә. Басында қысылатын ба едіңіз? Басында мен кәдімгі вообще қысылатынмын ғой. Маралхан ағалар бар, білесің шығар. Маралхан ағалар отырған жерде тойда жүріп кәдімгі қысылып. Одан кейін Чуский Ануар дейтін жігіт болатын. Анекдотқа өте қатты кәдімгі жатып алған. Ануардың өкіл баласының тойын жүргізіп отырмын. Осында еще тойхана болса жарайды ғой. Құдалық үйдің ішінде. Прям напротив Ануар отыр. И анекдот айтын десем, айта алмаймын ғой. Ананың көзінше кәдімгідей. Сонымен тұрдым да далаға шыққан кез айтты. Қолан, бәрі нормально, ұрды. Ананың кәдімгі кішкене дух берді. Аяқтады. Қазір ондай комплекс бар ма? Жоқ, қазір анекдот айтпайды. Қазір жоқ. Кім болса да? Кім болса да иногда болады ғой. Мысалы уақытта жатыр. Бір қайрек. Болады, өзімізде қонақ болып қаламыз. Өзіміздің жаңағыдай. Енді біреу танып жатады, біреу танымайды жатады. Сол кезде көріп, өзінің кіші немесе өзінің қатарлас бауырларын той жүргізген кезде қонақ болып отырасыңдар. Сондай кезде енді көріп тұрып қолдай аласыздар ма, әлде не қолдаймын? Мен барынша өтуіне, мысалға сен той жүргізіп отырсаң, ойын ойнатып отырсаң, мен анау ойын қызықты болу үшін, мысалы біліп тұрсың ба жауабынша кішкене бүйтіп ал келіп, тичкемен бірдеңемен дұрыс емес деп, чтобы сен де маған бірдеңе тыға алатын да, сөйтіп мен барынша ана тамадан өткізуге тырысам, өйткені басым бәріміз әріптеспіз. Ой, жоқ, андай көре алмайтындар көп. Менде болды. Не істеп олар деген сияқты. Күлдірбаш мен дегендер болды. Шаман қаттырдың аласың. Сіздің ойыңыз сізше қалай болды? Менде ондай болған негізі. 2018-де әркімге дейін 20 апрельде қатты тойға ауырып барып едім. Сол жерде бір жақтан келген бір тамада шықты да. Енді бастап жүрген екен көріп тұрмын. Тойды өзім әрең бір каляға түсіріп, жинап, ақырын келетін өзім ауырып тұрмын. Сөйтсем анау шоу алады да бүкіл тойдағы багажын айтады ғой. Анадан қиын ғой негізі. Оны мен қолдаған жоқ, ол кәдімгідей итер жіберді да негізі жарға келіп. Жүргізушілердің ең басты айтатын нәрсем, сен тамадасың ба? Тойыңа барғанда тамадасың. Қонақсың ба? Қонақты отырасың. Қонақ өзі май берсе де жей беретін халықтың. Мүсәпірсің, қонақсың, отыру керек тып-тыныш. Сол халықпен бірге барып, бірге қайнап, бірге ішіп, бірге қайту керек деп ойлаймын. Тамада бар, тамада кезінде тамада, басқа кезінде қонақ. Өз образын білген дұрыс деп ойлайсыз. Мен қонақты шақырдым ба, мен қонақпын болды. Егер сол жерден бір нәрсе сұрап жатсам, мен міндетті түрде жүргізушіден сұраймын. Осындай нәрсе болып жатыр. Бірақ мен екінші болып анау бір ойын ойнату деген нәрсеге қарсымын. Вообще. Өйткені сен ол форматына келмейсің. Тыныш қайт, тыныш бар, кет. Ән айт десе, ән айтып қайтуға болады, егер сыйсаң. Рұқсат болса, қайырса қысқа
енді осы жалпы подкаст қой енді подкаст енді шай әңгіме деген сияқты әр жерде әртүрлі айтылады ғой, бір әңгімелесейік, отырайық, шай тарқатайық, жақынырақ деген сияқты бір әдемілеп енді түйін өзіңіз бір жасасаңыз, сосын бізде енді ел жұртпен рахметіміз айтып келесі бағдарламаға шейін көріскенше деген сияқты неміз айтуымыз керек ғой. И келесі қонақ кім болса екен деп мысалға сіздің ойыңыз келесі осыны мен осының әңгімесін бір көрсем екен, или болмаса осы бір келсе екен деген сияқты бір дүние бар ма? Тойда қойып кеткен адамдар шақыру керек қой. Тойды вообще қазір. Тойды вообще қазір емес, кезінде жақсылап жүргізіп, тойдың үлкен деңгейінде жүрген адамдар, қазір басқа бизнесте жүрген адамдар, қазір енді шайтан жоқшылықтан қорқытады ғой. Біз той тоқтап қалса не істейміз? Қалай істейміз, қандай жобалар жасаймыз, қандай бағытта кетеміз деп уайымдап жүрген балалар бар ғой. Көп ондай адамдар. Өзің де кейде уайымдайсың. Шынымен қайтадан карантин болып қалса не істеймін деген сияқты. Сондай ситуациядан шығып, бүкіл тойын тастап, тәрк етіп, қазір басқа бір бизнесте жүрген адамдар шақыру керек деп ойлаймын. Даже музыкант балалар бар, мысалы Асхат Әжіхан дейсіз ғой баяғыда. Асхат деген жігіт қазір жақсы бизнесмен, Европада болып жүрген. Кезінде мысалы 20-30 мың теңгеге музыкант болып жүреді. Карантин болды, той тоқтады, бірақ сауда бизнесіне кетіп қалды. Қазір өте үлкен деңгейде жүрген жігіттер бірі есептеймін. Сондай бір адамдар шақырсаңыздар. Сосын енді бұл подкасттың басты мақсаты қазақ тойының сапасын арттыру болса, негізгі мақсат осы. Біздің айтқан әрбір сөзімізді адамдар өзіне сын деп емес, бір кішкентай болса да кеңес, біздің көрген тәжірибемізбен алмасса деген ниет. Ол біз бір 80-ның сеңгіріне келіп бір ақыл айтатын шамада болып отқан емес. Бізде көргенімізді, естігенімізді, тойда жүргенімізді осы сұрағаннан кейін ортаға салып жатырмыз. Бағана Алла тағала мақтауға, мадаққа сол Алла ғана лайық. Бізді мақтап жатқандарыңызға соған Алла тағала лайықты болуға, сол деңгейде жүруге Алла тағала нәсіп етсін. Сырттан көріп, біздің бір пенделік, басқа бір ағаттық кетіп жатқан нәрселерімізді көріп, ойбай, мынау сондай екен ғой дейтін адамдардан сақтасын. Енді баршаларыңызға сәттілік. Өзі тойшыл деген сөзден қорқамын дейді ғой. Бір ағамыздың есімде емес, бір үлкен бір жақсы бір блогердің жазбасын оқып едім, тойшыл қазақ деген сөзден қорқамын, өйткені той ғана жасай бере ме деген сияқты. Бағана бір ғаламторда бір нәрсе көріп отырсам, Google-дың өзінде 30 шақты қазақ жұмыс істейді екен. Google деген оңай нәрсе емес қой, менің ойымша. Алла нәсіп етсе, Кремниевый долинада, Сан-Францискода, басқа жақта жұмыс істейтін қазақтың мықтылар көбейе берсін. Солардың қуанышын жақсы гонорарда біз жүргізе берейік. Ол той тоқтамайды. Мен қызымды ұзатылатын болса, мен неге қызымды ұзатпаймын. Сіз балаңыз үйленсе неге үйлендірмейсіз? Бірақ соның барлығын менің ойымша ақылды, жақсы бір ысырап болмайтын, жақсы бір сапалы, халық келіп бір жақсылап бір махаббатпен демалып кететін қазақи ортада әдемі деңгейде жүргізіп, соны жасамасқа менің ойымша қарсы ешкім болмайды деп ойлаймын. Алла нәсіп етсе, сондай бір сапалы, әдемі, ешқандай бір айып болмайтын, ұялмайтындай, обал болмайтындай, жаман болмайтындай тойларымыз жалғаса берсін деп тілеймін. Рахмет, құрметті көрермен, бізді көріп жатқан барша YouTube көрермендері, каналға жазылыңыздар, тіркеліңіздер, өз пікірлеріңіз жазыңыздар, және де келесі қонақ кім, қай асаба болған, немесе кім болған, кімді көргіңіз келеді жалпы. Сол жайлы пікір қалдырсаңыздар болады, жақсы пікір, жаман пікір, не жазғыларыңыз келеді? Кез келген пікір біз қабылдай аламыз, кез келген сынды қабылдай аламыз. Сол себепті тойлайық каналына тіркеулеріңізді сұраймыз. Сіздің бір ғана тіркелу кнопкаңыз біз үшін үлкен қуаныш алып келеді, өйткені ол мотивация біз үшін. Рахмет бізбен бірге болғандарыңызға. Бізде бүгін қонақта болған тағы да Қосқанат көп жастар. Негізгі біздің мақсатымыз осындай ел алдында жүрген азаматтарымыздың басын қосып, жақсы бір әңгімеге шақырып, әйтеуір халыққа берерін бір тыңдасақ деген ой болған. Бүгінгі сұхбатымыз өте қатты ұнады. Қосқанат ағамыздың біз үшін орны бөлек азаматсыз. Енді мына көріп отқан көрермен бауырларымыз бар, достарымыз бар, барлығыңызға осы әңгімеден керегін ғана алыңыздар. Біз ешкімге сын айтқан жоқпыз. Егер арта айтқан жерлеріміз болса, дұрысынан қабылдаңыздар. Ең бастысы, әйтеуір бір-біріміздің қателігімізді
сынға емес, наоборот, түзетуге атсалысып, өйткені біз қазақпыз, біз бауырмыз, осындай кештеріміз көп болсын. Бұл енді тойлайық, кішігірім ғана біздің подкастымыз болды. Қазақтың қуанышы көп болсын, тек қана жақсылықтарға жүздесейік, тойларымыз көп болсын. Келгеніңізге алғысымыз шексіз, өте жақсы сұхбат болды. Ал енді алла бұйыртса, YouTube каналымыз максимально дамысын десеңіздер, біздерді кішкене қолдап қойсаңыздар болады. Ал рахмет. сәттілік болсын.